Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Сайын Шапағатов ауылында Сайын Шапағатов ауылдық мешіті 2017 жылдың шілде айында ашылды. Мешітте бір уақытта 450 адам намаз оқи алады. Оның 400 ер адамдар болса, ал 50-і әйел адамдар үшін жасалған. Мешіт Алланың үйі. Ол иманымызды нығайтатын, рухани байлығымызды арттыратын орын. Әйелдер мешітке келіп дәріс тыңдау арқылы тек діни білімге ғана емес, жүрек тыныштығына, бауырмалдыққа және сабырлыққа кенеледі. Мешітіміздің аяулыда ардақты сүйікті ұстазымыз Әмина ұстаз өзінің даналығымен, Аллаға деген ғашықтығымен, Құранға деген махаббатымен, өзінің ерекше сабақ беру әдісімен мешітті жамағатқа толтыруда. Алланың қалауымен қазіргі таңда мешітке келетін жамағаттың саны 1 емес, 10 емес, 70-ке толықты. Әрбір жамағат мешітке махаббатпен келіп иманын толықтыруда. Ілім алу әйелге де парыз. Алла тағала Құранда былай дейді: білетіндер мен білмейтіндер тең бе? Зумар сүресі 9 аят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ілім алу әрбір мұсылман ер мен әйелге парыз деп өсиет еткен. Бұл хадис әйелдердің де ілім үйренуге міндетті екенін айқындайды. Ілім бұл тек медресе мен университет емес, әйел адам ең алдымен ақида, тазалық, намаз, отбасы, ахлақ, баланы дұрыс тәрбиелеу сияқты негізгі діни білімдерді үйрену керек. Ілім әйелдің жүрегіне нұр, сөзіне салмақ, өміріне тәртіп алып келеді. Бүгінде біздің үлгі болған Айшалар мен Фатималар ілімнен биік болған. Олар дінді тек біліп қана қоймай, өзгелерге де жеткізген. Бүгінде әйел адам бір отбасының жүрегі, болашақ ұрпақтың ұстазы. Егер ана ілімді болса, ұрпақ та ұлағатты болады. Әйелдің үйренген әрбір дұғасы, жасаған әрбір дұрыс амалы тек өзіне емес, бүкіл отбасына сауап алып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: кімде кім білім іздеу жолына түссе, Алла оған жәннатқа апарар жолды жеңілдетеді. Сондықтан қадірлі әпкелер мен аналар, ілім алуға немқұрайлы қарамаңыз, сабақтарға қатысып тұрыңыз, үйренгеніңізді амалға асырып, басқа әйелдерге жеткізіңіз. Бір адамға ілім үйрету садақа. Ол іліммен амал етсе, сізге де Алла сауаптан жазып тұрады. Жамағат тек мешітпен шектелмейді. Жамағат жүректердің байланысы. Нағыз жамағат бір-бірінің жағдайын сұрап, дертін бөлісіп, қуанышына ортақтасып, бірлікпен өмір сүретін орта. Үйде, қонақта, шағын отырыстарда, тіпті онлайн сабақтарда да бірге болу жамағаттың рухын күшейтеді. Бір әйелдің сөзі екіншіге мотивация, бірінің дұғасы екіншісіне қорған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жамағатпен бірге болыңдар, шайтан жалғызбен бірге болады деген. Сондықтан тек мешітке келгенде емес, одан тыс уақытта да шағын ілім отырыстар ұйымдастырып, бірге Құран оқып, қайырымдылық жасап, бір-бірімізді үгіттеп демеу болып жүрейік. Сайын Шапағатовтың мешітінің жамағаты.